Сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым». Оқу мақсатымыз шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманы мазмұндас туындыларымен салыстыру, шығарманың көркемдік құндылығын бағалау, шығармаға тарихи тұрғыдан баға беру. Сабағымызға берілетін бағалау критерийлері. Екі шығарманың ерекшеліктерін көрсетеді. Шығармалар тіліндегі көркемдеуіш құралдар ерекшеліктерін көрсетеді. Шығармаға қазіргі кез тұрғысынан көзқарасын білдіреді. Сабақтың басы тапсырма, яғни миға шабылу әдісі бойынша. Мақсаты назарларын шоғырландыру. Сурет арқылы тақырыпты болжаңыздар. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Суреттерде не бейнеленген? Суреттер мазмұнын не біріктіреді? Бүгінгі сабақта қандай тақырыпты қарастырамыз деп ойлайсыздар? Сабақ ортасы. Бірінші тапсырма. Сөздермен ассоциация. Сұрақтар. Сөзді немен байланыстырасыз? Қандай тіркес жасайсыз? Қандай сезім туындады? Осы сөзді қай жағдайда қолданады? Оны қандай адам айтуы мүмкін? Екінші тапсырма. Кестемен жұмыс. Осы тапсырмаға берілген дескриптор өлеңдердің мазмұнын 3-4 сөйлемнен толық ашады. Тақырыбын анықтауда мәтіннен дәлел келтіреді. Идеясын ашуда сол заманмен байланысын көрсетеді. Лексикасындағы ұқсастықтарын көрсетеді. Қорытындыда екі өлеңнің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсетеді. Бүгінгі сабақтың соңы. Рефлексия. Бүгінгі сабақта қандай өмірлік білім алдым? Сабақта маған тапсырманы орындауға не көмектесті? Сабақта маған тапсырманы орындауға не кедергі болды? Маған қиындықтарды жеңу үшін не істеу қажет? Үйге берілетін тапсырма «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңін жатқа айту.